Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз үйге арналған декорларды қарайтын боламыз. Менің инстаграм парақшамда бір оқырманым өтініш білдірген болатын. Сол өтініш бойынша Taobao сайтында декорларды қарайтын боламыз. Міне, алдарыңызда көптеген түрлерін ұсынып тұр. Біз оның кез келген біреуіне кірейік. Мысалы, өте ерекше екен, түрі де әдемі, бірнеше түстері бар. Дүкенде 1000 адамның пікір қалдырғанын көруімізге болады. Және астына түссек, бұның басқа да түрлерін көреміз. Мына мысық бейнесінде де өте сүйкімді екен. Бұның бағасы 129, әрине сәл қымбаттау. Және астына кіріп қарасақ, осы секілді көптеген түрлерін көруімізге болады. Бұны біз үйге алып қоюымызға да болады, және де осындай әдемі сыйлыққа да беруге керемет. Немесе осындай декорлардан арналған бір дүкен ашып, оны сатумен айналысуға болады. Бірақ бір ескертетін нәрсе, сіздердің логистикалық компанияларыңыз өте сенімді болуы керек. Егер де логистикалық компанияларыңызды әлі нақты таңдамаған болсаңыздар, бұндай сынатын заттарға тапсырыс берудің қажеті жоқ. Одан кейін екінші қатарды қарап көрейік. Міне мұнда өте ерекше, өте тартымды, адамдар қарай бергісі келетіндей түрлерін көруімізге болады. Бағасы да арзан екен, 19 пен 8, 45 пен 8-дің арасында. Кәне біреуін есептеп көрейік. Бұл оның өлшемдеріне байланысты солай болып тұр. Оны көбейткен кезде бізде 3240 теңге небәрі осындай керемет дүниені алуымызға болады. Келісесіздер ме достар? Дәл осы дүкеннің астында осыған ұқсас қаншама әдемі түрлерін көруімізге болады. Маған бұл қатты ұнады, мен оны өзіме алғым келеді. Өте керемет. Бір адамдарға осылай нәзік түрлері ұнайды, бір адамға күлкілі түрлері ұнайды. Әркімнің талғамы әртүрлі. Маған негізі осы түрлері ұнайды. Енді келесі қатарға шығайық. Мұнда ең жаңа шыққандарын көруімізге болады. Қараңыздаршы достар, мынаған не дейсіздер? Қазір ашылсын. Міне, тамақтанатын жерге немесе қонақ бөлмеге осыны қойып қойсаңыздар, қандай керемет. Астында 700 адам пікір қалдырыпты. Бірақ бұл негізінен жаңадан ашылған дүкен екен. Енді тағы жүретін болсақ, міне қараңыздар, өте керемет. Біздің Қазақстанда бұндай нәрселерді таба беру қиын негізі. Ойланбай осындай нәрселерден сіздер дүкен ашсаңыздар, сатушыларыңыз, сатып алушыларыңыз көп болатыны анық. Керемет. Бұның бағасы 117 мен 118 аралықтарында екен. Міне астында қаншама суреттерін көруімізге болады. Осыны алған адамдардың. Қазір міне қараңыздар достар, керемет, ерекше болып тұрады. Енді сіздерге мына қатардан қарайтын болсақ, мұнда біз көреміз осындай сатумен айналысатын дүкендерді үстінен қарап өтеміз. Олардың рейтингтерін қараймыз, түрлерін қараймыз, бағаларын қараймыз. Мынау да өте күлкілі екен, бірақ әдемі. Кіреберіс бөлмелерге қойға өте керемет таптырмас екен. Ал мынандай керемет түрлерін біз қонақ бөлмелерге немесе жатын бөлмелерге қоюымызға өте ыңғайлы. Мұны кете берсек, өте көп түрлері. Маған негізі осы түстері осындай бейнелерде ұнайды. Неге екенін білмеймін. Астына қарасақ, тағы да өте көп түрлері бар екен. Немесе қызықтыру мақсатында осындай түстерден де қоюға болады. Балалар бөлмесіне арналған түрлерде өте көп екен. Әр адамның талғамына байланысты шексіз. Мен сізге айтайын, бағаларының барлығы мұнда 1000 теңгеден басталады және 10 мың 15 мыңға дейінгі аралықтарда болады. Көбіне сіз орташа деңгейде әдемі түрлерін 3000 теңгеден бастап ала аласыз. Бастысы сатушымен тікелей сөйлесуіңізге болады. Бұл нәрсені сындырмау үшін мықтап сізге орап беруін сұрауыңызға болады. Не достар, бағалары өте арзан. Ең басты айтар едім, мен бір үйге сыйлыққа беруге таптырмайды. Біз Қазақстанда айтайын ба сіздерге, бұны сіздер Қазақстанда кемі 15 мыңнан немесе 17 мың теңге көлемінде аласыздар. Онда да дәл осындай жаңа шыққан үлгілерін табу өте қиын. Қарай берсең көздің жауын алады. Керемет. Екінші қатарын көрейін қазір. Көбіне осындай түрлер жатады екен.
Не достар, ұнаса лайк басыңыздар, пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен сіздердің әрбіріңіздің жазып кеткен пікірлеріңізге мән берем, және де сіздердің өтініштеріңізді жерге тастамай, көргілеріңіз келетін нәрселерді шығарып, олардың бағасы туралы, сапасы туралы өзімнің бар білгенімді қосатын боламын. Олай болса, келесі бейне жазбаларында күтіңіздер. Кездескенше аман есен болыңыздар.